Ассалаумағалейкум барша қазақ елі. Әдеттегідей қазаққа қатысты әңгімелерді жалғастыратын боламыз. Жайлау қазақ арнасына қош келдіңіздер. Тіркеліп қойыңыздар. Бүгінгі әңгіме болғалы отырған сөз емес, бұл қазаққа тән бұрынғы қасиеттердің бірі туралы, ұлы қасиеттердің бірі туралы, қазақтың ұят өлімнен күшті деген сөзі бар. Сол ұят туралы әңгіме қозғағалы тұрмыз. Және де қазақтың аузынан шыққан ұлы сөздердің бірі малым жаным садағасы, жаным арымның садағасы деген сөз. Бұл әлемде теңдесі жоқ сөздердің бірі. Қазақтың ұлылығын нақтылай түсетін сөздердің бірі. Бүгінгі күнде қазіргі бауырларымыз, қазақ елі осы жағдайда қалай? Мысалы, менің әкемнің, аталарымыздың замандастарында талай түрлі жағдайлармен адамдар ел ауып кететін еді. Семья жағдайына байланысты, бір екі отбасының арасындағы келіспеушілік, кикілжің, кейбір ұятты жағдайларға байланысты, немесе кішігірім қылмыс жасалған жағдайда баласының жасаған жаңағы қылмысынан ұялып жер ауып кететін туралы талай әңгімелер естігенбіз. Осы алыстан келіп жатқан ағайындар неге алыста тұрады дегенде, сол заманда баяғыда сондай жағдайлар болыпты, содан жер ауып кетіпті деген әңгімелерді өз басым көп естідім. Нақты мысал, осы шамамен 25 жыл бұрын Атыраудың осы мен тұратын Қызылқоға ауданында бір аудандағы ең өте бір лауазымды қызметтердің бірінде отқан ағамыз баласының бір ұятты әрекетіне бола жер ауып кетті. Мысалы, ол жерде кісі өлген жоқ, немесе қатты бір жантүршігерлік қылмыста болған жоқ. Сол қылмыс жасаған адаммен баласы бірге болған куә ретінде, артынан әрине түрлі себептермен сол балада кінәлі деген әңгіме тарады, шатады былайынша айтқанда. Содан сол ағамыз аудандағы ең үлкен лауазымдардың бірін тастап жер ауып кетті. Содан бері 20-25 жыл өтті, мен жер ауған адамды көрмедім. Болмаса бір лауазым тастаған сондай ұяты күшті адамды көрмедім. Себебі қылмыс тоқтап қалған ештеңесі жоқ. Қылмыс соңғы кезде әрине өте күшейіп тұр. Оның үстіне адам өлімі соңғы 10 жылдықта тоқтамай тұрған, біздің әсіресе Сағыз ауылында. Осыған мен осы туралы ойланатынмын жиі. Әркез қылмыс болған сайын осы енді жер ауып кетер ме екен, көшіп кетер ме екен, ұяттан жер басып жүре алмай қалар ме екен, әлгі кірерге тесік таппай қалар ме екен дегендей ой мені мазалайтын. Бірақ ондай ештеңе байқалмайды. Дым болмағандай, сол тіпті бір жұманың ішінде сол кісілер елдің ішінде той жиында, құдалықта қиқулап, би билеп, ортаға шығып, сайрап сөз сөйлеп тұрғанына талай өзімде куә болдым. Оған әрине бұрынғыдай сын айтатын, ай сен тұра тұршы, сен сөйлемеші деп айтатын, бізде қазір адамның да реті жоқ. Сын сөйлемей, мін сөйлемейді дегендей. Енді осы орайда неге мен осы әңгімені бүгінгі тақырыпқа қозғап отырмын? Қазір енді сайлауға байланысты, мәжіліске, түрлі деңгейдегі мәслихаттарға депутаттар түсуіне байланысты, өздеріңіз білесіздер, қазақтың батыры, жеті дүркін КСРО-ның жеңімпазы күрестен, мына олимпиада жүлдегері Дәулет Болатұлы Тұрлыхановқа қатысты мәселе болып тұр. Енді осы жақын арада өте резонанс тудырған мәселе. Баласы екі журналисті жазықсыз сабап, өзінің спорттық артықшылығын пайдаланып, күш әлеуетін өте зәбір көрсеткен. Оның біреуі әрине әйел адам, біреуі ер адам. Осы тұрғыда енді Дәулет Болатұлы Тұрлыханов сол жүргізгелі отырған мынау депутаттыққа үгіт насихат жұмыстарын тоқтатып, үн-түнсіз ешқайда шықпай қалатын шығар деген ой болды менде әрине. Бірақ өкінішке орай олай болмады. Мен тек осы баланың кесірінен депутаттықтан да бас тарта аламын деген ғана әңгімемен шектелді. Бас тартуға дайынмын деген. Ол меніңше ол бос сөз. Бас тартатын адам үн-түнсіз бас тартады, ешқайда шықпайды. Ал керісінше бұрын мүлдем көрмейтін
Дәулет ағамыз әлеуметтік желіден қазір түспей қойды, баласы қылмыс жасағаннан кейін. Емен жарқын ел аралап, алшаң басып, бір маңдай ашық адамдай жарқырап жүр. Енді осыдан кейін мен енді ойлап отырмын, мені ауылымдағы қарапайым қараның тұқымына ұят болмады, ұялмады деп, ұятсыз деп өкпелеуім бекер ма деген ой келді. Әрине бұндай жағдай біздің Атырау облысы деңгейінде де, Қызылқоға ауданы деңгейінде де алдыңғы мәжіліс сайлауында болды. Баласы тәп-тәуір лауазымнан жемқорлықпен немесе алаяқтықпен шаталып, жаңағы жұмысынан түсіп жатқан кезде біздің де жерлестеріміз ата-анасына енді обал болдау, ұят болдау, әлгі айтқандай кірерге тесік таппай қалатын болдау деп мен іштей аяп отырғанымда ол кісі праймеризге қатысып, мен мәжіліске депутат боламын деп атып шыққан. Енді олардікі де өте сорақы, бірақ ұлт батыр ретінде Дәулет Болатұлы Тұрлыхановтың мына тірлігі ешқандай мен білмеймін қалай айтуға болады, мен сөз таба алмай тұрмын. Егер бұрын сол мәжілісте отырмаған болса екен, отырды, осы Назарбаевтың жемқор жүйесінің қызметшісі болды, бірде бір қарсылық танытқан жоқ, бірде бір қарсы сол жапа шеккен жоқ сол биліктен. Мысалы, Серік Әбдірахманов сияқты, талай асыл азаматтарымыз қарсы шығып атылып кеткен, атылмаған күннің өзінде де бір зиян шеккен ештеңесі жоқ. Тіпті мына біздің Атырау өңірін басқарған Берген Рисқановқа қарсы шыққан Сәлімжан Ақбаев құрлы болған жоқ, былайынша айтқанда. Бүкіл осы кезге дейінгі абыройы, атағы, азаматтығы, жүріс-тұрысы, кесек-кесек сөздері бәрібір осы бір соңғы болымсыздау әрекетінің астында қалып қойғандай әсерде болып тұрмын. Әлде біз қазақ соншалықты өзгеріп, қазақ болудан қалып, қазақ қасиеттің бәрінен толық айырылып болғанымыздың белгісі ме? Дәулет Болатұлы Тұрлыхановтың жанында бір ақыл кеңес айтатын, жыра мынауың былай немесе жөнге салатын бір адамның табылмағанына бәрі өңшең, жағымпаз, шарбатайлақ болғаныма мен соған таңғаламын. Сол елде, сол өзінің жерлестерінің арасында, сол үлкен бір ұрудың арасында бас көтеретін бір қара қылы бар, қарапайым бір қарттың болмағаныма мен сол жағынан әрине Дәулет ағамызда аяйтын да жағдайым бар. Себебі енді бұндай ел алдында адамдардың әлгі ханның да ақылшысы болады дегендей ақыл айтатын, ал мен осындай бір жағдайға түстім деп не істеймін? Жол екіге айырылып тұр деп баратын бір адамның болмағаныма мүмкін мен қателесетін шығармын, мен білмеймін. Сондықтан осы әңгімені орталарыңызға талқыға саламын. Дұрыс болса дұрысын айтыңыз, бұрыс болса бұрысын айтыңыз. Тағы да қандай пікірлеріңіз болса айтып отырыңыздар.